Жамбыл облысында натрий цианидін өндіретін зауыттың қуаттылығы 2 есеге артпақ. Қаратау қаласындағы кәсіпорын жылына 30 000 тонна өнім шығаруды жоспарлайды. Осы мақсатта зауыттың екінші кезеңінің құрылысы басталды. Ауқымды жобаны Қазақстанның даму банкі қаржыландырған. Жаңа зауыт құрылысы қашан аяқталады және ол ішкі нарықтағы сұранысты қаншалықты қамтамасыз ете алады? Бұл сұрақтарға Мерей Байет жауап іздеді. Елдегі натрий цианидін өндіретін алғашқы зауыт 2014 жылы Талас ауданында салынды. Мұнда шығарылатын реагент алтынды басқа қоспалардан ажырату үшін қолданылады. Кәсіпорында 600-ден аса адам еңбек етеді. Қазір зауыт толық қуаттылықта жұмыс істеп, жылына 15 000 тонна натрий цианидін өндіреді. Өнім ішкі нарықтан бөлек Моңғолия, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан мен Тәжікстанға экспортталады. В связи с ростом спроса. Өнімге сұраныстың ұлғаюына байланысты компания құрылтайшысы өнім көлемін артыру жөнінде шешім қабылдады. Осылайша соңғы технологиямен жаңа зауыт құрылысына жоба жасалды. Нәтижесінде өндірілетін жылдық негізгі өнім көлемі 30 000 тонна, қосалқы өнім 10 000 тоннаға жетеді, яғни 2 есе артады. Қазір зауыттың екінші кезеңінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жоба іске қосылғаннан кейін 300 жаңа жұмыс орны ашылады деп көзделген. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жеке қаражатпен қатар Қазақстан даму банкі және Бәйтерек Венчур фонд акционерлік қоғам тарапынан қаражат тартылды. Бұл ең әуелі импортты азайтып, жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қаржы химия өнеркәсібіндегі кәсіпорындарды қолдау мақсатында бөлінді. Мысалы, Қазақстанның даму банкі бұл кәсіпорынға 2015 жылы 49 миллион доллар көлемінде қаржы бөлді. Өндірістік қуатын 30 000 тоннаға жеткізу үшін қосымша 17 миллиард теңге бөлініп отыр. Кәсіпорындағы екінші кезеңнің құрылысы келер жылдың желтоқсанында аяқталады. Осылайша зауыт елдегі натрий цианидіне деген сұранысты толық қамтамасыз етуді көздейді. Жалпы өндіріс орны қалдықсыз технологияға негізделген. Натрий цианидін өндіру процесінде аммоний сульфат шығарылады және ол тыңайтқыш ретінде ауыл шаруашылығында қолданылады. Мерей Байет, 24 KZ, Жамбыл облысынан.